Коронавирус қайта өршіді. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны өсе бастады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Министрлік таратқан мәліметтерге қарағанда өткен тәулікте коронавирусты 51 адам жұқтырып, 2 адам аталған дерттен айығып кеткен. Айта кетейік, қарашаның 2 күні қауіпті вирусты 35 адам жұқтырса, 3 күні 49 адам жұқтырған болатын. 4 қарашадағы мәлімет бойынша 735 адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Олардың ішінде 79 пациент стационарда, 656 науқас амбулаториялық деңгейде ем қабылдауда. КВИ+, КВИ- шалдыққандардың арасында 4 адам жағдайы ауыр, 3 пациенттің жағдайы өте ауыр, 1 науқас жасанды тыныс алу аппаратында. Сондай-ақ 4 қарашадағы мәлімет бойынша Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін 10.843.720 адам, екінші компонентін 10.606.256 адам салдырған. Оқушылар тұмауға байланысты онлайн оқуы мүмкін деген пікірді министрлік білдірген болатын. Денсаулық сақтау министрлігі бірінші сыныпта оқушылардың 30% тұмау жұқтырса, онлайн оқуға көшуі мүмкін екенін мәлімдеген. Алайда оқу ағарту министрлігі бұл ұсыныспен келіспейді. Әлемде мектептерді бірінші болып ашу, соңғы болып жабу қалыптасқан. Бұл туралы ЮНИСЕФ өкілдері де мәлімдеді. Біз балалардың толық сапалы білім алуын маңызды деп санаймыз, деді ведомство өкілі.